Бүгін Атырауда Жайық өзенінен салмағы 125 келі тартатын бекіре тұқымдас қортпа балығы ауға түсті. Қазір Атырау бекіре балығын өсіру зауытына жеткізілді. Биылғы уылдырық шашу маусымын жабайы ортада өткізген алып қортпа енді зауыттың арнайы тоғанында бағылады. Қазір мамандар су маржанының денсаулығын жіті күтімге алып жатыр. Егер жасанды су қоймасындағы өмірге көндігіп кетсе, болашақта бұл балықтан 40 келіге жуық уылдырық алынып, одан миллиондаған шабақтар өсірілетін болады. Жалпы зауытта табиғи су айдынынан ауланған бекіре тектес балықтардың барлығын қолда асырап қалуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан бүгін мамандар уылдырығымен Атырауда Жайық өзенінен ұзындығы 2 метрден асатын, салмағы 160 келі тартатын бекіре тұқымдас қортпа балығының аналығы ауға түсті. Алып бекіре әзірге зауыттың арнайы тоғанда бағылады. Қазір мамандар су маржанның денсаулығын жіті күтімге алған. Мамандар бұл аналық балықтан 30 келіден астам уылдырық алуға болады дегенді айтады. Мұнда бекіре тұқымдастарға жататын қортпа, бекіре, шоқыр, пілмай және сүйрік балықтар өсіріледі. Жалпы Атырау облысындағы екі зауытта жыл сайын 7 миллион данаға жоқ бекіре шабақтары қолдан өсіріліп, Жайық Каспий бассейніне жіберіледі.